Менің жасым 44-те. Мектепте музыка пәнінің мұғалімімін. Жалғыз басты әйелмін. Бір жағынан қарағанда сырт келбетім де көрікті. Өмірім де ырду-дырдуға толы. Қайнап жатқан өмір болып көрінуі әбден мүмкін. Тіпті кейбір таныстарым сенің өмірің қызықты ғой шіркін деп қызыға да, қызғана да қарап жатады. Бірақ мен үшін өз өмірімнің мәні кеткелі қай заман. Мен 24 жасымда тұрмысқа шықтым. Ауылдың қарапайым баласымен отбасын құрдым. 2 баламыз болды. 27 жасымда 2 баланың анасы атандым. Ол кезде ауылда жұмыс орындарының қысқарып, бір зейнетақыға қарап қалған кез еді ғой. Біз шал мен кемпірдің зейнетақысына жабысып, күйеуім екеуміздің әбден күйісіміз кете бастады. Оның үстіне енем қазымырлау адам еді. Түртпектеп мазамызды жиі алатын. Сөйтіп, қаржылық жағдайымыз әбден төмендеп, 2 баламызды асырау тіптен мұң болып, күйеуіміз екеуміз Алматыға бет бұрдық. Бұл 98 жылдар еді. Келе сала Алматыдан бір бөлмелі пәтерді жалға алдық. Күйеуім сыра сусын шығаратын зауытқа жұмысқа тұрды. Мен 2 баланың және күйеуімнің ас суын дайындап, үй шаруасымен айналыстым. Арасында 2 баланы қамап кетіп, қарама-қарсы тұратын үйлердің подъездерін жуып, ақша да тауып жүрдім. Алматыға күзде келген біз осылайша ілде байлап қыстан да шықтық. Менің подъезд жуып тапқан ақшамды күнделікті тамаққа жеткіземіз, ал күйеуімнің жалақысын пәтердің ақысына төлейміз. Артылғанын жинаймыз. Осылайша жазға дейін шамалы қаржы жинап алдық. Ойлана келе біз бір дүңгіршекті жалға алып сауда жасауды жөн көрдік. Сонымен 15 000 теңгеге, ол кезде 15 000 теңге деген өте құнды ақша еді ғой. Бір дүңгіршекті жалға алдық. Дүңгіршектің қожайынымен сол жерде бала-шағамен бірге тұрып, паналап сауда жасауға келістік. Не керек, біздің тұратын үйіміз де сол, сауда жасайтын жеріміз де сол. Кішкентай дүңгіршек болып шыға келді. Күндіз балаларыма қарап отырып сауда жасаймын. Түнде барлығын бір бұрышқа жиып тастап, сонда ұйықтаймыз. Осылай тырбанып жүріп, Алматыдағы 2-ші жылымыз да өтті. Жағдайымыз сәл-сәл оңала бастаған тәрізді. Сөйтіп, Алматыға келгенімізге 4 жыл дегенде бір бөлмелі жатақхананы сатып алдық. Балаларымыз мектеп жасына жетті. Мен сол жатақхананың қасындағы мектепке жұмысқа тұрып, үлкен ұлымды мектепке өзім жетектеп апарып, өзім алып келіп жүрдім. Кіші ұлым балабақшада. Күйеуім сауданы өзі дөңгелетіп әкетті. Әттең, сол бір мамыражай күндерім қайтып келсе, қазір сол күндерімді еш нәрсеге айырбастамаста едім деп ойлаймын. Осылайша уақыт жылжып өте берді. Біздің сауда-саттыққа жолымыз болып, ісіміз алға басып, қаланың шетінен жер алдық. Ол жерге әдемі етіп үй салдық. Қолымызға ақша біткелі, неге екенін қайдам, менің бойыма бір сенім пайда бола бастады. Өзіме деген, ертеңіме деген сенімділік пайда болды. Әдемі киіне бастадым. Астыма көлік алдым. Күйеуім де ақша ұстағалы бері өзгерген. Бұрындары керек етпейтін туған туыста, біздің жанымызда. Кенеттен маңайымыздағы достарымыз да көбейе бастады. Мен сол кезде тіпті мектепке барып жұмыс істеуге де ерінетін болдым. Жазғы демалыс сайын жақын шетелге барып демалу, араласқан ортамды ауыстыру менің көңілімді тіптен көтеріп жіберді. Құрбыларыммен апта сайын саунаға барып демалатын болдық. Ондай кезде қызыл шараптан алып отырып, сырларымызды айтып, қызды-қыздымен төсек мәселесін әңгімелеуге де ойысып кететінбіз. Сондай бір отырыстардың бірінде Ажар есімді құрбымыз бізге омырауын үлкейткенін көрсетті. Содан бері күйеуіммен ара қатынастары тым беки түскенін айтып, бізді қызықтырып жіберді. Ажардың айтуынша, бойындағы осы бір өзгерістен соң, күйеуінің оған деген ықыласы тіптен еселенген екен. Апта сайын саунада тыңдайтынымыз Ажардың әңгімелері болды. Ол майын тамызып небір жайттарды айтады. Тіпті өзіне жап-жас жігіттердің сөз айта бастағанын әңгіме еткенде біз шыны керек оған қызығып кеттік. Сөйтіп, Ажардың кеңесімен бір құрбымда омырауына имплант жасатыпты. Расымен де әдемі. Ол құрбымызда жағдайының жақсы екенін, ешқандай ауыртпашылық жоқ екенін айта бастады.
Осы кезеңде біздің күйеуім екеуміздің арамыз салқындай бастады ма білмеймін. Әйтеуір қарама-қайшы жақтарымыз тым көбейіп кеткен еді. Бастапқыда ол менің құрбыларыммен қыдырып, элиталық ортамен араласа бастағаныма өзі рұқсат берсе, кейіннен барынша тыйым салуға тырысты. Мен сыртқа шығуға дайындала бастасам, үйде ұрыс-керіс шығатын болды. Екі ұлым да есейген. Олар да менің бұл әрекеттерімді жақтырмады. Осылай күйеуім мен екі балам маған қарсы тұрып, әбден жүйкімді жұқартып жүрген кез еді. Не керек, ойлана келе мен де құрбыларым тәрізді имплант жасатамын деп бел будым. Күйеуімнің отбасылық ортақ есеп шотқа деп ашып қойған шотынан қажетті соманы алдым да барып дегенімді істедім. Ота жасатқым келетінін әрине күйеуіме ескерттім. Бірақ ол рұқсатын бермеді. Мен сонда да алған бетімнен қайтпай ота жасаттым. Бұдан жақсарған ара қатынасымыз жоқ. Қанша жерден жақсы киініп, алдында сылаңдап жүргеніммен, ернімді дүрдитіп, омырауымды үлкейтіп, өзімше сексуалды көрінемін дегеніммен, күйеуім маған жылдай қоймады. Ақырында ол шаршады ма, жалықты ма білмеймін, менен ажырасуды сұрады. Кейінгі кезде Алланы, жаратушыны көп айтатын оның айтуынша, адамның ағзасы Алланың берген аманаты. Мен сол аманатқа қиянат жасаған күнәһар әйел екенмін. Сол үшін де ол менімен бір шаңырақ астында тұрғысы келмейтінін айтты. Бастапқыда мен бұған аса мән бермедім. Кезекті ұрыстардың бірі екен деп қана ойладым. Бірақ күйеуім шынымен де менімен ажырасуға бел буыпты. Арада біраз уақыттан соң біз ажырастық. Ол кездері бірі студент, енді бірі мектепте жоғары сыныпқа көшіп үлгерген ұлдарым да ақшасы бар әкелерімен кетуді жөн көрді. Ұлдарым сотта әкелерімен қалатынын айтып тұрып алды. Үлкен ұлым кәмелет жасына толғандықтан, оның ол шарты сол заматтық сот тарапынан қолдау тапты. Ал кіші ұлым заң бойынша менің қасымда қалғанымен, біз ажырасқан күннің ертесінде әкесіне кетіп қалды. Кіші ұлымды қайтарып алғым келіп әрекеттенгеніммен, ол маған қайтып келмеді. Қазір ұлдарым өсіп, ержетті. Әкелері үлкен ұлымды үйлендірді. Кіші ұлым да оқу орнын бітіріп, жоғары оқу орнына оқуға тапсырды. Күйеуім екінші мәрте үйленіп, ол әйелден 3 баласы бар. Сүттей үйіп отырған отбасы. Ал мен екі қолға бір жұмыс таппай, кезінде менсінбей кеткен мектепке жұмыс істеуге қайта оралдым. Оның өзінде неше жылғы жұмыс өтелімінің текке кеткені бар. Осы мектептің өзіне әрең жұмысқа кірдім. Бір қарағанда қазіргі жағдайым жаман емес. Үнемі оқушыларымды ән байқауларына дайындаймын. Жүлделі орындардан көрінеміз. Мектептегі абыройымды артып, жұмысымда ілгерілеп барады. Күйеуімнің берген қаржысына бір бөлмелі пәтерде алып алғанмын. Өкініштісі, сол жалғыздығым жаныма батады. Денсаулығым қазір сыр беріп жүр. Уақыт өте келе, отада пайдаланған химиялық заттар омырауыма өз зиянын тигізбей қоймады. Ол зиянын тигізбес үшін әрбір 8 ай сайын толықтай дәрігерлік тексеруден өтіп отыру керек. Қазір оған менде қаржы қайда. Бұрынғыдай барлығын қамтитын күйеуімнің табысы тұрған жоқ. Қарапайым ғана мұғалімнің жалақысы неге жетсін? Ұлдарыма тым болмаса келіп кетіп жүріңдерші десем, олар да қайырылмайды. Ал олардың әкелері тіпті басқа қалаға көшіп кетсеңші дегенді айтады екен. Міне, менің жайым осындай. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Бір ота жасатамын деп опығы жеп қалған жайым осы.